Саламатсыздар ма? Номер 41 мектеп-лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Еркінгалиева Ханшайым Мерекеевна. Сабағымыздың тақырыбына байланысты киіз үйді алып отырмыз. Киіз үй мал баққан көшпелі халықтардың қысыр жазда отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Ол тез құрылып, тез жиналады. Яғни көшіп қонуға ыңғайлы және ата-бабаларымыздан қалған қасиетті мұра болып келеді. Сабақтың мақсаты оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, шығармашылыққа, сабырлыққа, күте білуге, ойын жинақтауға тәрбиелеу, оқушыларды ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды қастерлеуге тәрбиелеу. Тоғызқұмалақ әлемдік мәдениетінің озық үлгілерімен бой теңестіре алатын зияткерлік ойын, логикалық ойлау өнері. Археолог ғалымдардың пайымдауынша, ойынның пайда болу мерзімі 4000 жыл шамасын қамтиды. Тоғызқұмалақ ойыны республикалық деңгейде Қазақстан Республикасы, Қырғызстан, Моңғолия, Ресейде, Алтай және Қаратай-Шеркесия елдерінде ойналады. Қазақстан Республикасында қазір спорт түрі ретінде тоғызқұмалақ қанатын кеңге жайып танымал ойын болып дамуда. 1998 жылдан бастап Қазақстан Республикасы президенті Назарбаевтың жүлдесі үшін халықаралық жарыстар ұйымдастырылып келеді. 8 жыл ішінде бұл жарысқа Моңғолия, Ресей, Қырғыз, Өзбек елдерінің спортшылары қатысып үлгерді. Тоғызқұмалақ әуесқой ойыншыларының Қазақстан Республикасы Тоғызқұмалақ Федерациясы 2001 жылы құрылды. Басты мақсат адамға үйлесімді тәрбие беру. Мәні кез келген жанның ақыл-ойы шыңдап, миы қызметін дамытып, қоғам алдындағы жауапкершілігін арттыру. Сабақтың барысы: тоғызқұмалақ тақтасы, отау атаулары, жүріс жасау ерекшеліктері, тұздық алу ережесі, атсырау ережесі. Тоғызқұмалақ ойынының негізгі терминдері: құмалақ, қазан, отау, бастаушы, қостаушы, тұздық, атсырау. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазаннан, 18 отаудан, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы, қарымта жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды. Кейде бастаушыны ақ жағы, ал қостаушыны қара жағы деп те атайды. Отаулардың аттары: бірінші отауды арт дейді, себебі ондағы құмалақтар көпке дейін өзгермей түгел қалып отырады. Екінші отауды тектұрмас дейді, себебі жүріс көбінесе осы отаудан басталады. Үшінші отауды ат өтпес дейді, оның себебі қарсыластың аты бұған түспей кете алмайды. Төртінші отауды атсыратар дейді. Бұл отаудың атсыратар болып аталуының себебі ойын аяғы осы отаудан басталғанда құмалақ тез таусылады. Сол сияқты ойын басында осы алғашқы 3 отаудан ойын бастаған ойыншы да жүріс сарылып тез атсырауға түседі. Бесінші отау бел, нағыз орта болғандықтан бел деп аталады. Алтыншы отау белбасар. Белбасар аталуының себебі ойын басында бұл отаудың құмалағы қарсы жақтың беліне дәл жетіп жатады. Жетінші отау қанды қақпан, көбінесе есептен жаңылатындарға қауіпті отау. Сегізінші отау көк мойын, қанды қақпаннан кейінгі осал жер. Бұдан да тұздық беру аса қауіпті. Кейбір ойыншылар бұл отауды алқым деп те атайды. Тоғызыншы отау маңдай. Бұл отаудың өзіндік қасиеті бар отаулардан ерекше, яғни бұдан тұздық алынбайды. Жүріс жасау ерекшеліктері: жүріс ойыншылар тарапынан кезектесіп жүріледі. Жүрісті кімнің жасайтыны жеребемен немесе қарсыластың келісімімен анықталады. Жүріс жасау үшін өз жағымыздағы отаулардың бірінен біреуін орнына қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп таратамыз. Тарату сәтінде құмалақтар өз отауларымыздан атысып кететін болса, қарсыластың отауына тартамыз. Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бір отауына түсіп, ондағы құмалақтарды жұп қылса, сол отаудағы құмалақтар ұтып алынып, өз қанатымызға салынады. Егер соңғы құмалақ қарсыластың жұп санды құмалағы бар отауына түсіп, 3 құмалақтан басқа тақ қылса, немесе өз отауымызға түссе, құмалақ ұтып алынбайды. Отаудағы жалғыз құмалақ көрші отауға жүргенде орны бос қалады. Атсырау ережесі: ойын аяқталуға жақындаған сайын әр ойыншының отауларындағы құмалақ таусыла бастайды. Әр құмалақ ұтып алынған сайын немесе тұздыққа түскен сайын қарсыластардың жүріс мөлшері кемей береді.
Сондықтан ойын соңында қарсыластарының бірінің отауларына жүріс жасай алмайтын жағдайға кездеседі. Ойыншылардың бірінің отауларында құмалақты бірінші тауысып алып жүріссіз қалуы атсырау деп аталады. Атсырауға ұшыраған ойыншының қарсыласы бұл жағдайда қосымша бір жүріс жасап, барлық құмалақтарды өз қазанына салып алады. Атсырау ережесі. Ойын аяқталуға жақындаған сайын әр ойыншының отауларындағы құмалақ таусыла бастайды. Әр құмалақ ұтып алынған сайын немесе тұздыққа түскен сайын қарсыластың жүріс мөлшері кемей береді. Сондықтан ойын соңында қарсыластарының бірінің отауларында жүріс жасай алмайтын жағдайға да кездеседі. Ойыншылардың бірінің отауларындағы құмалақты бірінші тауысып алып жүріссіз қалуы атсырау деп аталады. Атсырауға ұшыраған ойыншының қарсыласы бұл жағдайда қосымша бір жүріс жасап, барлық құмалақтарды өз қазанына салып алады.